Добрый день, уважаемые зрители, с вами Назира Даримбет. Мы продолжаем наш проект «Белые пятна колонизации», и это вторая часть нашего проекта, называется «Независимость 2.0». И сегодня в первом материале мы будем говорить о том, как о первых годах независимости, о путче, что предшествовало распаду СССР, какая была реакция властей и казахстанского общества. И сегодня у нас гость, общественный деятель Дос Кушим Сальмат Сазага. И первый вопрос такой хотела вам задать. 20 августа случился путч, да, в Москве, и он как бы стал предшественником распада Советского Союза. Я хотела бы узнать, чем вы тогда занимались, как вы восприняли эту новость, обсуждали, что вообще происходило тогда? Менің ойымша 20 емес 19-шы. 19-дан 19-тамызда болған. Мен ол уақытта Оралдан Алматыға келе жаттым, екі қызымды алып. Енді жазда қыдырамыз ғой. Сосын Шымкентке тоқтадым, себебі қыздарым ауырып қалды енді жетер. Сол уақытта естідім. Сол әпкемменде жатқан уақытта естідім де бірден қыздарымды алып Алматыға келдім. Алматыға келсем, ол уақытта мен Қазақстан социал-демократиялық партиясының төрағасымын, алғашқы саяси партия. Мен келсем Алматыда туды. Мен отбасым 20-сы күні келдім Алматыға. Сосын біз өзіміздің жігіттермен бәріміз кездестік. Біздің жігіттер Ельциннің сөзін танкының үстіне шығып сөйлеген сөз бар ғой. Сол сөзді бәрін көшіріп алыпты. Енді біз негізінен орыс партиясы дейді, ол уақытта Андрей Свиридов, Сергей Кузбанов, Евгений Жовтис, енді орыс тілді азаматтар негізінен. Олар көшіріп алғанда, соны біз листовка қылып, автобуста біздің жігіттер таратты. Ельциннің сөзін. Олардың бәрін ұстап, түрмеге жатты. Мен келгенде сондай жағдай жатыр екен. Таратты ма сонда ол? Біздің жігіттер социал-демократиялық партияның азаматтары сол автобустарда таратқанымыз ғой листовкалар. Қарсы болуымыз керек путчқа, біз барынбаймыз деген сияқты нәрсе. Қазақстанда жалпы біз ғана қарсы шыққан сияқты, сол уақытта ойлап қарасақ. Енді партиялық есебінде бір саяси күш есебінде әрине қарсы азаматтар болды. Содан кейін 2-3 күннің ішінде өзі путч құлады, 3 күнге ғана өмір сүрді ғой, 3 күн құлады. Сонымен біздің адамдардың бәрін түрмеден босатты. Сөйтіп алғашқы күні сондай болды да, мен келген келісіменен басын тықтым осы жұмысқа бәріміз. Халық әрине көбісі қарсы болды. Қазақстанның халқының көбісі, өйткені шындығында да өзгеріс бола ма, совет үкіметінен құтылатын шығармыз, тәуелсіздік алатын шығармыз, коммунистік партияның идеологиясынан құтыламыз шығармыз деп жүрген азаматтар көп қой. Олар әрине қарсы болды, бірақ белгілі бір саяси күш жасап, алаңға шығып қарсылық көрсеткен жоқ. Ал билік Назарбаев сол уақытта әлесінде оның мәлімдемесі шықты. Менің ойымша 2-ші күні шықты мәлімдемесі. Мәлімдеме өте қысқа. Осындай жағдайда біз тыныштық сақтайық, тұрақтылығымызды сақтайық, болды. Ешқандай баға берілген жоқ. Біз қолдаймыз ба? Жоқ, қарсымыз ба деген жоқ. Оны жеке өзі жасады ма Назарбаев? Шығып телевидениеға? Жоқ. Газеттерде жарияланды, өзінің бай телевизорға шыққанын мен өз басым білмеймін. Өйткені мен ол уақыттарда пойызда келе жатырмын. Ал бірақ газеттерден көрдік, сол уақыттарда оны салыстыруға болады. Қырғызстанның президенті Акаев ол уақытта өте қатты қарсылықтар көрсетті қырғыздар. Әлі есімде керек десеңіздер, біз қару-жарақ алып тауға кетеміз деген сияқты әңгімелер қырғыз жақтан. Билік тарапы. Біздің билік тарапы халыққа тыныш отырыңдар, үндемеңдер, тыныштық сақтайық деген. Қырғыздардың бізден ерекшелігі болды. Бұларда бір ғана топ басқарды Қырғызды. Саяси бағытын, тәуелсіздік үшін күрескен. Топчыбек Тұрдыналиев деген азамат болды. Қасында Чпар Жекшеев деген болды суретші. Сосын Камиля деген бір келіншек болды. Осы үшеуін мен жақсы білемін, бұлар лидер болды. Бұлардың ұйымының аты КДК деп аталады. Қырғыз демократиялық қозғалысы, КДК. Орысшасы да КДК, Киргизский демократический движение. Сол бұлар бәрі соған бірікті. Біз мысалы, бізде дәл сол уақытта 4 бағыттағы топ болды. Біреу Алаш, Арал Атабек басқарған, біреу Желтоқсан, Қасым Қожахметов басқарған, біреу Азат қозғалысы, Есенәлиев басқарған, біреу социал-демократиялық партия басқарған. Бізде 4 топ. Иә, біріміз бірге жұмыс істедік, бірақ 4 топтан 4 топ, алғардың бәрі бір болды. Кейіннен бұлар іштей кейіннен бөлінді, 4-5 жылдан кейін. Сондықтан бұлардың алға қойған мақсаттарының бәрі бүкіл халықтың мақсат болды. Басқалар бір сөз айтпайды. Міне. Басшылары да билікте бірге болсын. Жоқ, билік. Бұна үшеуі де билікте жоқ жігіттер.
жаңағы топчыбек тұрмағалиев бұл доцент сабақ береді, жаңағы жұпар жекшебай суретші, ана камилянікі бекербек. Бұлар Ақаевты алып келді. Ақаевты алып келген бұлар. Бұлар әуелі ұмытпасам Шыңғыс Айтматовқа барды. Ол өзінің келісім бермегеннен бұлар Ақаев ұлттық Москвада академияда жұмыс істеп. Сол жақтан алып келіп, бұлар президент қылып сайлады. Содан кейін билікпен жаңағы ненің қоғамның саяси қоғамның несі бір болды. Бір мүмкін бұл жаңа саяси тұрғыда бізден артықшылық бұлар қырғыздардың осы уақытта бұлардың саяси бағыты бір топ басқарып отырды. Сондықтан жаңағы неге Гкчп-ға қарсы шыққан да сол, өйткені олар Ақаевтың қасында жүрді сол уақытта Ақаевты алып келген. 1991 жылы, ұмытпасам, ақпан айының соңы, наурыз айының басында Харьковте бүкіл 15 республиканың негізгі деген саяси қозғалыстары менен партиялар басып кетті. Жаңа ол уақыттарда Народный фронт дегендер болды ғой бәрімізде. Біздер мына жақтан социал-демократиялық партиядан Сергей Дуванов екеуміз бардық сол жерге. Сонымен ана жерде бәріміз басымыз біріктіріп демократиялық конгресс деген ұйым құрдық. Бұл кеңес үкіметінің барлық саяси партияларының жаңа үкіметке қарсы қосылған жеріміз. Соның 4 басшысы болды. Тең төраға дейді ғой, біреуі мен. Әңгіме ол менің ақыллылығымда, мені халық танитыннан емес, совет үкіметі ол уақытта ешкім танымайтын шығар мені. Бірақ әңгіме біз 5 республикадан, Орта Азияның, тек қана біздің партия барыпты жаңағы жиналысқа. Сосын аналар айтқан қой, жаңағы бұл 5 ненің елдің біреуіне тең төраға кіргізейік бұларды деп, сонымен мен кіріп қалдым сол жерде. Бірақ енді сол арқылы барлық жерде кездесулерде болдық, енді бір басшысымын ғой енді. Мен барған жерде ақ Волгамен кеп самолеттен қарсы алатын тұғым. Сондай деңгейге дейін болды. Бір жағынан қазір күлеміз де. Сонда айтайын дегенім, 31-інде Қырғызстан өзінің тәуелсіздігін жариялады, тамыздың 31-інде. Сол уақытта біздің тараптан ешкім құттықтамапты. 8 күні біз Бішкекте жаңа демократиялық конгрестің соңғы жиналысы болды. Үлкен жиналыс. Соның біз барғанның күннің ертеңіне Манаста үлкен митинг болды. Енді ол уақытта дүрілдеп жатқан ғой қырғыздардың тәуелсіздіктерін алып. Біз тәуелсіз емеспіз онда. Сол жерде Қазақстанның атынан негізінен Шаханов сөйлеу керек тұғын. Бірақ ол бізбен бірге келді делегацияны бастап. Бірақ ол ертең маған тапсырды да өз Москваға кетті. Ол депутат еді ғой СССР-ның. Сол ертеңде мен сөйлеуге тура келді. Сонымен мен Манаста қырғыз халқын құттықтадым тәуелсіздігімен. Сонда менің мынандай сөзім бар айтқан. Қырғыз бауырлар дедім да, тәуелсіздікті жариялау оңай, оны ұстап тұру өте қиын. Біз білеміз қазақтар. Желтоқсан кезінде сендер бізге көмекке келе жатыпсыңдар. Қордайдан сендерді қайтарып сол уақытта ұстап. Біз оны ұмытпаймыз дедім. Егер ертең қырғыз халқының басына қауіп төнсе, Қордай асып біз келеміз дегенде, ой бәрі тоғылдатып маған кеп, Беларусь, Украиндар айтады, сен не айттың дейді. 3 минут сайын қол соғады ғой бұлар дейді. Енді ана сөз шынымен енді жақсы. Соны ең қызығы ертеңіне шықсақ, Бішкек ақшамы деген газет бар. Соның бірінші беті толық менің суретім. Сол газетті біразға шейін сақтап жүрдім. Сөйтіп алғаш рет қырғыз халқын барып құттықтағанбыз біздер. Бұл да бір эпизодта сол уақыттарға қалған. Енді сол жігіттер, сол демократиялық конгресстегі бірге жүрген жігіттердің кейін үлкен адамдар болып кетті. Мысалы әлі есімде сол демократиялық конгресске келген уақытта төменде ертерек келіп қалдым да шай ішіп отырдым. Қасымда бір Азербайжан екен таныстық, шай ішіп, Гусейнов деген фамилиясымен шай ішіп дірілдеп отырмыз, күн суық. Февральдың соңы ғой. Кейін тәуелсіздік алғаннан кейін бір газет қарап қалсам, егеменді Қазақстанда Азербайжанның сыртқы істер министрі мен Қазақстан сыртқы істер министрі кездесті дейді. Қарасам Гусейнов. Ол уақытта енді оларда Народный фронт болды ғой. Олар жеңіп алды билікті. Сол уақытта мынау жаңа менің қасымда дірілдеп отырған, шай ішіп отырған сыртқы істер министрі болыпты. Сондықтан менің көптеген сол уақыттағы араласқан достарымыз президент болды, премьер-министр болды. Не дейді жаңағы үлкен дәрежелі лауазымды адамдар болды. Біз әлі күнге дейін көп адамдармен арақатынасымыз жүрген жоқпыз, хабарласып отырамыз. Осы путч жаңағы совет үкіметінің ыдырауына себеп болды дейді. Сол сіздің ойыңызша қалай? Әрине, бірденнен сол төңкерістен кейін, енді путч төңкеріс дейді енді. Содан кейін барып бірденен совет үкіметінен шығу басталды. Парад независимости дейді. Дәл сол сияқты басталды. Себебі келешекте қайта бұрылып кетеді саяси жағдай. Шынымен мынандай жаңағы совет үкіметіне қайтып келетін болып қалса, біз тәуелсіздігімізді ала алмай қаламыз ба деген бір қорқыныш болу керек. Бірденнен сол тамыз айының 19-20
20-21-не үш топталды. Сол уақыттарда 9 күннің ішінде менің ойымша 3-4 мемлекет республика өзінің тәуелсіздік жариялады. 31 ма, 30-ында ма Қырғызстанда жариялады. Мысалы, сол кезде жаңағы Назарбаевтың халықты тыныштандыру жаңағындай реакциясын қалай бағалар едіңіз бүгіннен? Қанша жыл өтті? Біз өте қарсы болдық. Халықтың көбісі қарсы болды, және халық не дейді жаңағы аңтарылып қалды да. Бұл не жаңағы үндеу, бұл не деген мәлімдеме? Не мына жақ, не мына жағына шығу керек қой енді. Не Путинді қолдау керек, Совет үкіметі сақтап қаламыз деп. Не болмаса жоқ, Путиндікі дұрыс емес деу керек. Назарбаев оған да жоқ, соған да жоқ. Сол ортада тұрып қалды да, өзінің белгілі бір позициясы, саяси көзқарасы жоқ адам екенін сол жерде көрсетті. Өзінің әлсіз екенін көрсетті сол уақыттарда саясаткер есебіндегі. Менің ойымша. Сол уақытта пайдаланып, біз жеке шығамыз деп бір ауыз сөз айтқанда, шындығында да Назарбаевтың портреті саясаткер есебінде мүлдем бөлек болар еді. Оны жаңағы сіздер партия құрдыңыздар, ол бір жыл бұрын, партия болды сіздерде. Жаңағы өздеріңіздің артистеріңіздің, жаңа достарыңыздың араларыңызда сіздер мысалы қалай оны талқыладыңыздар, жаңа Назарбаевтың реакциясы туралы айтады? Талқылауға болмайтын нәрсе ол шындығында. Бәріміз өзіміздің ренішімізді ғана айттық та қойдық. Себебі ондай болатынын біз білдік та. Өйткені біздің басшылығымыздың тәуелсіздік мәселесіне және Совет үкіметінің ыдырауына деген көзқарастарын біз жақсы білдік. Олар шамасы келгенше Назарбаев бастаған біздің енді элита дейміз, сол уақыттардағы саяси элита, коммунист партияның басшылары ғой. Олар Совет үкіметінің жаңағы етегінен қос қолдап ұстап, сонымен бірге өлеміз, бірге суға батамыз деген сияқты бағыт болды. Ұмытпасам, бұл тамыз төңкерісі біз айтып, соның алдында ғана шілдеде Красная Звезда деген газетте Назарбаевтың сұхбаты шықты. Сол уақытта ол Совет үкіметін сақтап қаламыз, сақтап қалуымыз керек деп сұхбат берді. Бұл шілдеде болды. Сондықтан қазіргі кездерде Назарбаев тәуелсіздіктің басында адамның отырды деген сөз енді мүлдем шындыққа жанаспайды, бұл нағыз өтірік жалған сөз. Сосын жаңағы белгілі бір нәрсе бар, жаңа сіз айттыңыз ғой, тамызда 31-не дейін ба, бірнеше республикалар жариялап шығамыз деп жариялап үлгерді. Ал Қазақстан басшылығы, Назарбаев, сол біз Қазақстан ең соңғы болып жариялады тәуелсіздігімізді. Біз жариялауға мәжбүр болдық та, өйткені бәрі шығып кетті ме? Совет үкіметі тарап кетті. Сосын бірақ біз жарияладық. Соны айтсақ біраз, Назарбаев сонда соңына дейін үміттенді ма? Совет үкіметін сақтап қалғысы келді. Жеке Қазақстан тәуелсіз мемлекет болу, қазақ халқының жеке мемлекет құруына қарсы болды әр уақыттарда. Бірақ әрине бір саусағын ішіне бөгеп жүреді ғой саясаткерлер, оны ашық айтқан. Сондықтан тәуелсіздік жариялағаннан кейін барып, сол тәуелсіздік үшін күрескен солар сияқты көрінді. Тәуелсіздік болмасын деген сөз айтылған жоқ ауыздан. Ондай шыққан жоқ. Бірақ кеңес үкіметін сақтап қаламыз. Сол уақыттарда мынандай бір не болды, идея болды, бір бағыт болды. Бұның Горбачевтың бағыты дейміз, кейде оны Новоогаревский бағыт дейді. Бұл Горбачев сол уақытта жаңа одақ құрамыз деген мәселе көтерді. Бұрынғы кеңес үкіметінде емес, кеңес үкіметі бәріміз бірдей былай ұстап отырған жаңағы темір тордың ішінде отырған сияқты 15 республика, қазір әрқайсымыз жеке мемлекет боламыз, бірақ біз жаңа типті бірігудің жолы болады. Бұны жаңа одақ деп айтады, кей уақыттарда жаңа форматты одақ дейді. Бұл конфедерация түрінде болады. Бұл федерация түрінде болады. Бұл одақ түрінде болады, бұл статусы бөлекше. Бірақ жаңа одақ құрамыз деді да, Назарбаев осыдан қос қолдап ұстап айырмай қалды. Жаңа одақ құруымыз керек. Біз шындығында да Совет үкіметі кезінде дұрыс емес екен, басқару біз тәуелсіз емес екенбіз. Міне біз енді тәуелсіз ел боламыз да жаңа одаққа кіреміз. Бірақ бәрібір сол қойылды. Не дейміз, жарғанатпен тас тұрсаң да жарғанат өледі, таспен жарғанат тұрсаң да жарғанат өледі деген сияқты. Бұл жерде ешқандай жаңағы несі жоқ. Біздің неміс сияқты тең деп айтасың ба, қатар деп айтасың ба дейді ғой, екінші бабы сияқты ол дәл сондай сияқты мәселе. Қандай федерация құру, біз кеңес үкіметін басқа форматта сақтап қалу мәселесі. Назарбаев осы бағытты ұстанды. Өкінішке орай, көптеген біздің азаматтарымыз осы бағытты қолдап кетті. Бұл енді алдаудың бір түрі ғой. Жасырып қонашайында соны қолдап келеді. Сондай көптеген өзіміздің жолдастарымыз сол бағытты қолдады. Біздер бір топ адам жоқ, біз толық тәуелсіздік алуымыз керек деген ұстанымда қалдық.
бір не бір ой емес бір эпизод бар Иә. тарихта біреу біледі біреу білмейді. Қысқасы жаңағы ГКЧП болғанда төңкеріс болғанда 19-шы тамызда Қазақстанның көптеген жерінде бұны қолдау мемлекет тарапынан қолдау. Президент тыныштық сақтаңыздар деді ғой, оған қарама қолдау. Оның біреуі Алматыда сол уақыттарда Нұрғали басқарып отыр Алматыда, бірақ сол уақытта ол демалысына кетті. Оның орынбасары Храпунов 19 күні не дейді, құжат дайындаған. Алматы қаласына төтенше жағдай енгізу. ГКЧП Москвада көтерілді ғой, соны Алматыға енгізу туралы құжат дайындаған. Оның ішінде демократ іздеп жүргендердің бәрін қамауға деген сөз іске арналған. Бәрін түрмеге қамалған. Ол бейшара жаңағына жасаған, қол қойған техникалық секретар Артамонова болған, менің бәрі есімде. Сөйтіп стол астына дайындап қойған ғой, егер ГКЧП жеңсе, Совет үкіметі қайтып орнаса, соның басшыларына көрсетеді, міне біз сені қолдадық деп. Сөйтіп өзі орында қалады билігінде. Ал егер болмаса, лақтырып тастайды. Соны лақтырып тастауды ұмытып кеткен. Сонымен біздің жігіттер соны ұстаған, тауып алған әрекет берді. Сонымен біз дүрілдіп, ол уақытта айқайлап бәріміз шығамыз ғой, қасымызда. Сонымен біз қалалық әкімшілікке келдік бәріміз. Көп біз 100-ден астам адам шығамыз. Айқайлап. Жасар алғанша мен бар. Менің қолымда қағаз. Сонымен әкімнің яғы бөлмесі бар. Артымызда 2 телевизия. Сол уақытта жаңадан ғана тәуелсіз канал шыққан кезде. Басан ТНТ ма, КТК ма, 2 канал. Солар түсіп келе жатыр. Қасымызда жүрдік. Сонымен Нұрқаділовтың есігіне кірдік. Қатысы тоқтаңыз дегеніне қараған жоқты дейміз. Артымыздан телевизия түсіп келе жатыр. Нұрқаділов оған артып тұрды. Храпунов отыр, 5-6 адам отыр екен. Бір уақытта әйесіне Нұрқаділовтың это террорист деп қорқып кетті шынында. Мен алда келе жатып бүйттім да, запишите это слова, он будет отвечать за это слово. Бүйтіп айтып. Сонымен отырыңдар деп бір уақыттарда Заманбек ағамыз отырдық. Не мәселе біз айттық, мына құжат шығарған. Бұл құжатты кім шығарды? Жауап беру керек. ГКЧП-ны кіргізіп, уже ол уақыттарда 10 шақты күн өтіп кетті. ГКЧП келді, олардың бәрін қамады. Білетті міне, Храпуновтың қолы, Артамонованың қолы. Сосын барып Заманбек айтты, мен ол уақытта демалыста болғанмын. Иә, Храпунов осындай нәрсе істеді, білеміз, естідік. Комиссия құрайық. Сөйтіп, барлығына жаңағы осының бәрін анализ жасайық, сараптайық. Кім бұған қол қойды, кім көтерді ол мәселені. Жақсы, комиссия құрайық. Сосын ол айтты, сендер 3 адам беріңдер. Біз ол уақытта азаматтық қоғам деген сөзді онша білмейміз ғой. Сендерде 3 адам болсын, біздің ол уақытта не формал дейді. Айқайлағыштардан 3 адам болсын, бізден бір 10 адам депутаттар отыр. Осының бәрін қараңдар. Жауап алыңдар да орынбасарлар. Сосын мен айттым, келіспейміз. Неге ол сендерден 10 адам, бізден 3 адам. Сендерден қанша адам болса, бізден сонша адам. Сонымен ол аяқтан 8, біздің жақтан 8. Сөйтіп 3 күн бойы біз қалалық басшылықтың әрқайсысынан жауап алдық. Сөйтсек, әрбір ұмытпасам, несін айтайын, 5 орынбасары қалалық басшысы. 15 бөлім болдық, отдел. Солардың бәрінің басшысы біздің алдымызда өтті. Біз бәрі магнитофонда келтірмейді, ол сақталды ма, сақталған жоқ па. Біз бәрі жазып отырдық. Сонда айтатындары, бізге Храпунов айтты, тапсырма берді, былай жазыңдар деп біз жаздық. Сонымен әр бөлім өзінікі жазған. Сөйтіп сондай құжат шығарды. Алматы қаласына төтенше жағдай енгізу туралы құжат шығарды. Сосын мен айтамын, бізді өлтірді, 36 жылдықты сөйтіп жазасыңдар ма? Десең, не істейміз дейді. Болды. Ол сонда жоғары билікпен ешбір келіспеген нәрсе. Келіспеген ғой, Храпуновтың өзі жаңағы тез арада жағымпазданып етіп қолданған. Өйткені жоғары билік тоқтай тұрыңдар деді ғой, неге отыра тұрыңдар деді. Соған шыдай алмады ғой. Жағымпаздың. Содан кейін барып біз митинг жасадық. ЦУМның алдында, социал-демократиялық партия митингі, әлі суреттері бар менде. Біз митинг жасадық, ертеңіне үшеуміз сотқа берді. Дуғановты жоқ істемеді, митинг жасаған үшін. Бірақ енді ол істі жағы шақырып, суретімізді көрсетіп, дело ашып қойған, сөйтеміз дегенше өмір өзгерді. Сот аяғына дейін барған жоқ. Біз енді алғашқы менің жаңағы сотқа қатысым ең бірінші сол жерде болды. Қарай көрсет, маған сот шақырып, суретімді көрсет, суреттен есе менің басымды күрімен қоршап қойды, фломастерменімен. 2-3 адамның несі арызы, осындай болады. Біз айттық, жұрттың көзінше сатып
прокурор тұрды, кейінгі басшылар тұрды, соңғы ешті. Жауап береміз біз. Бірақ ол жерде мынандай кекішпаға қарсы ғой негізі. Сөйтіп сондай қызық болды. Сол уақыттардағы біздің жасаған бір не дейді жаңағы Демократия болып әрекетіміз. Енді демократия енді мысалы Дзержинскийдің ескерткішін алып тастады. Иә. Қират. Қашан болды? 91 жылы. Әуелі біз Дзержинский туған күні біздің партия тек қана. Анау не дейді, тікенек сым бар ғой. Иә. Тікенек сымнан венок жасап барып. Енді алдына қойдық. Кремльдің алдында. Ол қай айында сонда 91? Қазір нақты. Содан кейін жаңағы ГКЧП-дан кейін ұмытпасам, ол уақытта енді тек біз емес, Азаттық болсын да, Алаштар болсын да, сөйтіп барып Дзержинскийдің ескерткішін қиратты. Физически қолына алатындар бар. Бүйтеміз. Ешкім келіп қоғамдық тәртіпті бұзып жатсың деген. Сосын сол жылдары келесі жылы Ермактың ескерткішін Павлодарда. Оны бірақ демонтаж жасадық. Үкіметтің өзіне демонтаж жасадық. Көтерген уақыт ол құлады, арматура қойды. Ол жерде де бар. Сондықтан 91 жылдары біраз ескерткіштерді қираттық. Вандалдық әрекет жасадық. Бірақ халықтың енді ашу ызасы бар. Республика Қазақстан жаңағы тәуелсіздігін жариялады соңғы болса да. Сосын мынандай бір сұрақты, қаншалықты республика дайын болды? Тәуелсіздікке экономика жағынан, саяси жағынан, басқа да жағынан. Былайда басқару жүйесі, басқару жүйесі толық коммунистік партияның қолында болды. Сондықтан оларда жаңағы жеке мемлекет болып, кейіннен сол жеке мемлекетті басқарудың дайындығы жасалған жоқ, бірден айтайық. Себебі дайын тұрған сол құрылым, сол басшылар, сол министерство, сол структуралар шығарды. Мемлекеттік дәл сол күйінше қалды. Тек қана әнұран, туымыз, атрибуттар өзгертілді. Ең қызығы, біз тәуелсіздік алған күннің ертеңіне, ол уақыттарда әрбір облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы бастаған. Обком дейді. Сол есіктердің сыртында обкомның бірінші хатшысы деген сөз 19 облыс болды. Соның бәрін бір күн ішінде алып тастады да, облыстың әкімі деген сөзді қарады. Міне біздегі өзгерістің түрі осы болды. Бірақ бәрі сол күйінше сақталды. Министрліктер сақталды, адамдар сақталды, басшылар сақталды. Басқару жүйесі сол күйінше қалып, тек ата өзгерді, шақан өзгерді. Иә, сырт. Бұл жерден әрине өте үлкен бір қиыншылық, бұл коллапсқа дейін барды, алғашқылықта талқан шықты деуге болады. Себебі бірімен бірі байланысты, бір республикада мынау өндіріледі, екінші республикада тағы бірігіп бір жерден машина шығып жатыр, бір жерден недеміз тоңазытқыш шығып жатыр, бір жерден радио шығып жатыр деген сияқты. Осылардың бәрі қиралды. Бірімен бірі байланыс орната алмай қалды. Бұрынғыдай жоғары жақтан байланыстың бәрі құрылды. Біз соған жаңа өзің сұрақ бердің, дайындалды ма тәуелсіздік? Дайын болды ма? Дайын болған жоқ болғанда, енді басқару жүйесі оңай. Мен айттым, сыртындағы есік, сыртындағы жазу өзгерді. Ал экономикалық жағы, әсіресе өндіріс жағы өте қиын жағдайда қалды бізде. Біздерде онсыз да бізде өндіріс жоқ, біз шикізат елі болып отырдық қой. Сондықтан азды мұзды бір не дейді, шұлық тоқитын, аяқ киім шығаратын деген сияқты бір фабрикаларымыз болды. Бірақ олардың өзінің мысалы жаңағы аяқ киім тоқитын шығаратын болса, оның бауыр жерден келеді. Мысалы Армениядан келетін шығар. Оның астындағы бір шегелері Белоруссиядан келетін шығар. Қысқасы соның өзіне біз көптеген өндіріс өнеркәсіптермен жабылып әрі қарай келетін жүре алмаған себебі сол. Бұл шындығында да таза мемлекеттің басшылығының кінәсі деп айтуға болады. Себебі олар осындай кездерде үлгеру керек еді, не дейді жаңағы өндірістің бағытын өзгертіп, диверсификация дей ме қазіргі кезде сондай сөздер бар ғой. Сондай нәрсенің бәрін жасаған жоқ. Біз бір алғашқы 10 шақты жыл үлкен қиыншылықта болдық. Көптеген ірі енді қармет комбинат сияқты ірі мәселенің бәрі, шахталарымыздың бәрі, өйткені шахтадағы өндірілген көмірлерді алудан бас тартып жатыр. Оны қайда жібереді? Шахттар оларға ақша қалай төлейміз? Өйткені қысқасы осындай нәрсенің бәріне сол уақытта ұрынды. Шындығында бұны халық көтеріп алды, қиыншылықты. Бәріміздің әйелдеріміз ала дорбаны арқалап пойыздан пойызға секіріп жүрді. Біз сол айына, мен сол уақытта Каспийде мұғалім. Айына алатын ақша Американ долларымен есептесек 25 доллар. Айына алатын ақша.
Бұл Америкадағы ресторандағы бір бифштекстің құны. Сөйтіп алғашқы 7-8 жыл өте қатты қиналдық. Себебі мемлекетті басқаратын адамдар тәуелсіздік алар алдында белгілі бір дайындық жұмыстары. Стратегиялық болашақта не істейміз, бұнылардың бәрі ертең қирайтын айданадық, бірмен бір байланыс үзілетін айданадық. Сол уақыттарда бұны немен ауыстырып үлгерміз. Әйтпесе қай жерден біз осыған керекті детальдарды табамыз деген нәрсе олардың миына кіріп те шықпады. Олар советтікпен сақталады деп ойлады. Иә. Сосын маңызды өте жаңағы нәрсе сала сыртқы саясат өте маңызды, өйткені енді тәуелсіз мемлекет ретінде біз сыртқы саясатты орнатуымыз керек болды, иә, мысалы. Сол сыртқы саясат қалай жүргізді алғашқы тәуелсіздіктің алғашқы жылдары? Сіздің ойыңызша қандай дұрыс шешімдер, дұрыс қадамдар болды, я болмаса қандай да бір қателіктер жіберілді сол ең басында? Жалпы басында сыртқы саясат мүлдем жүргізілген жоқ. Біздер есімізді жинауымыз керек болды да. Әлеуметтік бағыт, экономикалық бағытты бірінші орынға қойдық та. Сыртқы саясатымыздың негізгі біздегі бағыты кімдер біздің мемлекетті мойындайды деген болды. Бірінші түрік мемлекеті мойындады, білесіздер. Сонымен қысқасы біз сырттағы мемлекеттердің мойындағанына мәз болдық. Біріккен ұлттар ұйымына кіруге тырыстық. Міндетті түрде тәуелсіздік жариялағаннан кейін барып біз азды біреуге болдық. Қысқасы былайына жаңағы экономикалық, тарихи, рухани, әскери байланыстар ол уақытта жасалған жоқ. Ашығын айтайық, ол уақытта жасалған жоқ. Алғашқы 4-5 жылдың ішінде керек десеңіздер бір күлкілі жағдайлардан мен естігенімді, мысалы біздер алғаш Чехословакия ол уақытта екіге бөлінді ғой, Чехия және Словакия. Сөйтсе жаңағы Чехиядағы біздің алғашқы елшілер бар. Бар қонақта енді бірдеме символикалық бірдеме сыйлық береді ғой. Сөйтіп Чехословакияның тарихындағы бір ұлы адамның портретін жасап, суретті соны президентке ұсыныпты ғой, Чехия президентіне. Сөйтіп үлкен қызық. Жаңағы сурет бұл Чехословакияның ұлы адамы. Бірақ оның өзінің ұлты Словакия екен. Бұл Чех пен Словакияны бөлуге мәселе көтеріп, осыны бөлуген Словакияның ұлттық геройын Чехияның президентіне ұсынған ғой. Білмейді оны. Сонымен өте ыңғайсыз жағдай болып кетті. Өзінің жауының портретін өзінің жаңағы адамына ұсынып. Сондай күлкілі жағдайларда болды. Қысқасы біз бірінші классқа кірген сияқты болдық та сыртқы саясатымызда, менің ойымша. Бірақ біздің бір үлкен козырымыз болды, артықшылығымыз. Бізде ұмытпасам 130 ба, 180 ба ядролық шахталар болды. Совет үкіметі кезінде. Иә, негізгі кнопка Кремльде болды, бірақ бізде жаңағы атом боеголовкасы бізде де болды шахталарымыз. Сол арқылы бізге шетелдің бүкіл басшылары келе бастады. Қорқытты. Ертең біз оны Муаммар Хаддафиға сатып жібереміз бе, жоқ әлде басқаға бір террорист мемлекеттерге сатып жібереміз бе, бізге жаңағы Маргарет Тэтчердің келгенін білемін. Бізге келмеген адамдар жоқ. Арабтар да келді, Европа да келді. Себебі біз әлемдегі, менің ойымша, үшінші ядролық держава. Сол уақытта менің ойымша соны бір тиімді пайдалану керек. Бірақ бір жыл өткен жоқ, Назарбаев соны Америкаға барған уақыттарда Ресейге тапсыру туралы қол қойды. Просто сонда жасау керек еді. Ол қателік болды деп ойлайсыз ба? Үлкен қателік болды. Біз қарсы шықтық. Назарбаев пен Азат қозғалысының басшыларының арасында кездесу болды керек. Біз айттық, бермеңіз. Иә, біз жаңағы басқа бір елге басып келетін агрессивті емеспіз. Бірақ бұл біздің үлкен артықшылығымыз. Біз осы арқылы қирап қалған экономикамыз көтеруге мүмкіндігіміз бар. Біз сол уақыттарда жаңағы қол қойып, бізге гарант мемлекеттер болды, Америка, Россия ол уақыттарда. Сөйтіп біз бердік, ұмытпасам бізге 300 миллиондай ма ақша бөлінді, ана қиратуға, жаңағы шахталарды жабуға басқаға. Украина берген жоқ. Украина 5 жылдан кейін ол берді. Оларда 30-дай ғана шахта бар. Соның өзінде олар ұмытпасам 3,5 миллиард ақшаларды Америка ақша берді оларға. Біз одан 5 есе көп қаруымызды 10 есе төменге бердік та. Сол уақытта керек десеңіздер сондай сауда өрді. Енді Назарбаев сол уақытта үлкен өзінше бір не алғысы келді, жаңағы артықшылық, танымал болғысы келді. Міне мен кептермін, көгершінмін, мен бейбітшілікті сүйем дегенді көрсету үшін, өзінің атағы үшін шығар, соны бере салды да. Бұл сыртқы саясатымызда бір жақсы бір мүмкіндік бар еді да сол уақыттарда. Одан да айырылып қалдық. Сол тәуелсіздіктің алғашқы жылдары
тағы да қандай бір сын қатерлер туралы айтуға болады Қазақстанның тәуелсіз ел мемлекеті алдымызда тұрған? Ең бірінші қателігіміз, ең үлкен қателігіміз сол уақыттарда біз тәуелсіздік алған уақытта осының қазақ мемлекеті екенін жариялау керек еді. Өйткені әлемдегі көптеген 99% мемлекет бұлар ұлттық негіздегі мемлекет. Франция, француз ұлттық мемлекет жасаған, Италия ұлттық мемлекет. Тек қана 4-5 мемлекет бар, бұлар жаңағы келімсектер келіп жасаған. Бұл Америка, бұл Австралия, бұл Жаңа Зеландия сияқты, Канада, өз 4-5 мемлекет. Біз сол уақыттарда бұл қазақ мемлекет дегенді айтуымыз керек. Және сонда біздің бұрынғы атымызда қазақ Советтік Социалистік Республика бар, Советтік Социалистік Қазақ Республикасы өзі қалатын еді. Біз сондай атымызды өзгерттік. Ұлттық мемлекеттің бағытындағы жұмыстың бәріне біз бөгет қойдық. Басшыларымыз сол уақытта. Тілімізді сол уақытта жақсылап кіргізіп, және жақсылап тұрып, барлық бағытта қазақ тілінде жұмыс жасайтындай жағдай жасау керек. Тілге қажеттілік жасау керек еді. Біздің мемлекетімізде бізбен бірге қатарда жүрген басқа ұлт өкілдері тілді үйреніп алуға өздері ұмтылатындай жағдай жасау керек. Біз осының бәрін жасаған жоқпыз. Басында жасай біттік, бірден өзіміз тоқтаттық. Сонымен сол уақыттардағы қазіргі тілдік мәселе әлі айқайлап жатқан кешегі референдумның өзінде негізгі айқай осы. Біз сол уақытта осы салып бердік. Осы айқайдың негізін сол уақытта салып бердік. Біз сол уақытта ұлттық мәселеміздің біразын шешуіміз керек. Тек бір ғана жеріне риза боламын, сол уақыттардағы бұл көші-қон заңы қабылданып 92 жылы біздің миллиондаған қазақтың азаматтарын қайтып келу, Қытайдан, Монғолиядан, Россиядан, Өзбекстаннан қайтып келу. Сол заң ғана өтті, сол заңға мен өз басым ризамын. Ал басқа ұлттық мәселені жасауға өте қарсылық болды. Билік тарапынан, президент тарапынан. Себебі олардың бәрі нәрсені білді, олар өйткені өздері ұлтсыз болды. Ұлтсыздықтың негізін ұстап отыр коммунизм. Сондықтан оларға ұлттық бағыттағы жұмыстың бәрінің қажеті жоқ. Сондықтан олардың ертең балалары, немерелері жұмыссыз қалатынын біледі, қазақтың бір ауыз білмейтін, не болса шала білетін. Сондықтан олар барынша осыған күресті. Біздің қолымыздан келмейді сол уақыттарда ұлттық мәселеміз, ұлттық құндылықтарымызды қайтадан тірілту мәселесін қолымыздан келмеді. Я айттық, я күрестік, бірақ шамамыз жетпеді. Соның әсері әлі де жалғасып әлі күнге дейін сол күйінше тұр. Енді сол жылы алғашқы тәуелсіз Қазақстанда президент сайлауы болды, иә? Сол сайлау туралы айтсаңыз. Енді оны сайлау деп мен өз басым айтпаймын, өйткені сол уақыттардағы парламентпенен өтті. Сол бұрынғы коммунистік партиядан құрылған парламент 91 жылы дәл сол күйінше өтті. Сондықтан оған не дейді, жаңа біз ерекше бір мән берген жоқпыз. Ол уақытта ол бір саяси үлкен көңіл аударатын мәселе болмады. Өйткені билік коммунистік партияның қолына түскенін біз көрдік. Коммунистік партия бірақ оның алдында 91 жылы 3-ші қыркүйекте өздері жабылды, өздері жапты ғой. 91 жылы. Ал тәуелсіздігіміз желтоқсанда болды. Қысқасы коммунистік партия жоқ дейді олар. Міне жоқ. Неғып сендер жамандай бересіңдер? Біз жоқпыз ғой дейді. Көзін жұмып, көзін жұмса өздері жоқ дейді сияқты. Қысқасы сосын енді атын ауыстыру бұларды енді мода болды ғой. Нұр Отанның атын ауыстырды. Қазір мен қандай партияның аты екенін білмеймін, керек десеңдер. Аманат дей ма? Сол сияқты ат ауыстыру содан басталды. Біз жоқпыз, атымыз жоқ. Аты жоқ болса біз жоқпыз. Сондықтан сол күйінше қалды да біз оған көңіл аударған жоқпыз. Билік солардың қолына түскеннен кейін барып біз білдік сол жерде біз жеңілгенімізді. Жаңағы тәуелсіздік үшін жұмыс істеген коммунистік партия, коммунистік идеология, тоталитарлық режимді өзгертеміз деп біз партия құрып жүрміз. Олардың бәрі тек қана сыртқы жағын өзгертіп сол күйінше қалды. Сондықтан халық президент сайлауға да қатысқан жоқ. 91 жылы. Президент сайлауын өздері жаңағы бұрынғы коммунистік партияның басшылығы жиналып алды да парламент құрды да сол арқылы қоя салды. Ешқандай демократияның иісі болмайды. Сайлауда. Енді жаңағындай көп айтып жатамыз, осы 35 жылдай болды ғой енді тәуелсіздікке. Назарбаевтың дегенмен жаңағы тарихта осындай тәуелсіздікке байланысты рөлі бар, қандай да бір еңбегі бар, сол туралы айтсақ. Қандай еңбегі бар, қандай жаңағы несі бар? Ешқандай еңбегін, ешқандай рөлін мен көрдім деп айта алмаймын. Айтып отырмын ғой. Мен саясатқа 88 жылы бастап араластым. Сол уақыттарда біздің алдымызға қойған негізінен екі мәселе болды да Қазақстандағы саяси қоғамдық аренаға шыққан топтардың, азаматтардың негізгі екі бағытта жұмыс істедік біздер. Біреуі біз демократиялық ел болайық, демократия институттары болатын, әділетті халық билейтін ел болайық деген бағытта көп жұмыс істедік. Бұл негізінен біздің
социал-демократиялық партия, орыс тілді азаматтар көбейсе айтады. Екінші топ бар, бұл тәуелсіздік қазақ халқы мемлекет құру керек деген бағытта. Осы екі бағыт болды, негізгі бағытымыз. Мен ең қызығы екеуі дедім. Ана бағыттағы партияны басқардым, мына жерде мен азаттық қозғалыс төрағасының орынбасары болып та мен екеуінің ішінде. Сондықтан біздің негізгі осы екі бағытымыз тек қана бір ағарту бағытындағы жұмыстармен шектелген сияқты. Халыққа шамамыз келгенше жеткіздік, газетімізді шығардық. Біздің партияның 3 газеті шығып тұр, мысалы Азат газеті шығып тұр, тынбай. Қысқасы біздер негізінен жаңағы халықтың көзін ашу, саяси сауаттандыру мәселесіне көбейттік. Ал алдымызға қойған негізгі бір саяси мақсаттарға біз жете алмадық. Я күрестім. Я көшеге халықты шығардық. Керек десеңіз 92 жылы парламентті қоршап 6 күн бойы жаттым. Палатканы тігіп алып әдесінде. Сонымен яғни тақияға қырқынға шығып. Сондықтан күрестік, шамамыз келгенше күрестік. Бірақ бір еш нәрсеге қолым жетті деп ойлаймын. Сонда сол біздің алға қойған мәселемізге қарсы жақты бастаған Назарбаев. Президент есебінде ұлттық мәселені жабуға тырысты барынша. Демократияны онан сайын қорқады, тоталитарлық режим. Сол режимді, сол жүйені менің ойымша Назарбаев сақтап қалды. Оның атының өзгеруі мүмкін, тоталитарлық режим мүмкін, тоталитарлық келді. Бірақ бәрі сол әкімшілік жүйе. Халық билікке араласа билікті алған топ өзінің ойына енді істейді. Осыны Назарбаев 91-ден бастап осыны ұстап келе жатыр. Әлі күнге дейін ол Тоқаев ұстап келе жатыр. енді осылай біріне-бірі беріліп жатыр. Бұл енді жалпы аты бұны әкімшілік әміршілдік жүйе дейді. Орысша административный командный система дейді. Оның ішінде тоталитаризм да кіреді, авторитаризм да кіреді, бәріне кіреді. Билік бұлардың қолында болғаннан кейін, осы топтың қолында болғаннан кейін, олар кез келген адамнан бір батыр шығарғысы келеді. Үлкен мемлекет қайраткері есебінде көрсетті. Барлық жалған деректер арқылы келеді. Бірақ енді Құдайға шүкір барлық нелер бар ғой, енді жоғалып кеткен жоқ. Біз тасқа сынып емеспіз ғой. Жаңа мен айтып жатқан Красный звездадағы бұның берген сұхбаты, ұмытпасам 25 июль шілдеде шыққан. Енді соны оқыған адам бұл тәуелсіздік үшін күресті деп қалай аузы барып айта алады да? Бұны енді коммунистік партияның басшысы болған ол тарихтан өшіре алмайсың ғой. Коммунистік партия осы тоталитаризм режимді ұстап тұрған адам, соның басшысы. Енді оны ұлтшыл, не демократ, не керексен либерал деп айтуға ешкім аузы бармайды. Бұл қолдай істемейді. Бірақ идеология бойынша бұл тәуелсіздік еңбек сіңірді. Қандай еңбек сіңірді деген сұраққа ешкім жоқ. Енді тәуелсіздіктің жаңағы жарияланған датасына келсек, 16 желтоқсан. Неге сол дата? Қалай ойлайсыз? Енді оны нақты соған алып келді ме, жоқ, бұл екінші мәселе, бірақ дәл сол дата болғаны үлкен бір қателік болды. Себебі 17-сі ол желтоқсанды шығарған күні, сонымен қатарластырып қойған уақыттарда ол не дейді, атала болып кетті да. Бұны бүгін тойлап, ертең қаралы күн, азалы күн деп айту өте қиын. Сонымен бұл өте қиын жағдай. Бірақ енді мен оны әдейі алып келді деп мен өзім айта алмаймын. Мен ойымша кеңес үкіметі тарағаннан кейін барып тәуелсіздік жайлы тура кетті. Сол бір күндерді қойып қоймай шығар деп ойлаймын. Қандай да бір мағыналы? Енді жаңағы қараған уақытта біреу ойлап тапқан шығар деген де болады. Бірақ қолынан ұстап алмағаннан кейін біреуге мен жала жаба алмаймын да. Бірақ әрине өте орысша айтқанда неудачный выборда 16-сын алып қойған. Біз айттық қой, экономикалық, басқа саяси жаңағы басқару жүйесінің проблемасын, алғашқы тәуелсіздік алған жылда. Ал жаңағы ұлтаралық қандай қиыншылықтар, я болмаса проблемалар? Біздің ішімізде әрине үлкен орыс диаспорасы, орыс тілдер. Бұл бізге әр уақытта белгілі бір проблема. Кедергі болып тұр. Өйткені олар бірденнен жаңағы единство деген ұйым құрды. Докучаева басқарып, кейін Докучаева басқарып. Сөйтті де олар біздің көтерген ұлттық мәселеміздің бәріне қарсы шыға бастады. Бізде уже екі полюс пайда болды Қазақстанда. Өте қиын. Проблема болды, бірақ проблема орысша айтқанда скрытный. Бұл төменнен ағып жатқан су сияқты да, жаңағы жердің астында белгілі бір бір қауіп болды да тұрды. Өйткені кез келген уақыттарда ол уақытта біздің санымыз 39-40%. Орыстардың саны осы, бірақ басқа ұлт өкілдері, Беларусь, Әзербайжан, бұлардың бәрі орыс тілдерге қосылды. Қазір дәл сол жағдай.
Биздегі диаспоралардың бәрі орыс тілі бағытта. Ол ашық айтайын. Қазақ тілі жасасын, баламыз қазақ мектебіне береміз деген бір ел басын өкілдерімен өкінішке орай көре алмадық. Қысқасы, біз сондай сандық жағынан да төмен болдық. Сондықтан бізде әр уақытта қауіп болды. Бұлар не қылады? Себебі оның алдында біз көрдік білмейміз ғой. Молдовада орыс тілді азаматтар өзінің жеке мемлекетше үй ішінен үй тікті. Бізге де сондай қауіп бола ма дедік те, біз де өзіміздің ұлттық мәселемізді сәл-пәл де болса басастырдық. Өйткені біздің сенетін күшіміз аз. Қазақтың ішінің өзінің бір мүмкін 10-15% орыстап кеткендер. Сонымен біз көп мәселені қатты қоя алмағанның да себебі сол болды. Қырғыздардың жағдайы бөлек болды. Олардағы сандық жағынан, демографиялық жағынан қырғыздар басым болды. Сондықтан олар өздерінің ұлттық мәселелерін еркін жүргізіп жүрді. Сол жағынан айырмашылық болды. Сондықтан бізде ұйымдар болды. Шовинистік бағыттар, нақты ұйымдар болды. Олармен көптеген дискуссиялар болды жаңағыда. Сондықтан сол уақытта мен басқаратын социал-демократиялық партия, менің ойымша ең бір жақсы бағыт. Өйткені біз орыс тілді болдық. Бірақ еш уақыттарда ұлттық мәселеге араласпай, тек демократияның мәселесі болды. Демократия институттары, адам құқығын қорғау деген мәселеміз жүр. Және тоталитарлық режим, коммунистік идеологияны соғысу, коммунистік партияны жабамыз деп жұрттық. Сондықтан біздер анаған араласқан жоқ, біздің партиямыз. Бірақ ұлттық қазақтың мәселесі де көп араласпаймыз. Өйткені 100% орыс тілді партия болды біз. Бірақ басқарып отырған орысшылар қызық. Бірақ біз екі нәрседе біздің партиямыз үн қосты. Біреуі тәуелсіздік үшін күрескенде біздің партиямыз қолдады, қазақ мемлекеттегі осы болу керек дегенде. Екінші, қазақ тілі мемлекеттік тіл болу керек деген уақытта біздің арамызда үлкен дискуссия болды. Орыс тілді азаматтар, бірақ мүмкін менің де бір жұмысым шығар, бізден қазақ тілі мемлекеттік тіл болуын қолдадық. Мәлімдеме жасап, біздің партиямыз қолдады. Клим орыс ішімізде. Енді мынандай әңгімеміздің соңында сондай бір қорытынды сұрақ қойғым келіп отыр. 35 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға. Қаншалықты осы бүгінгі күнге айтуға болады, толыққанды тәуелсіз ел бола алдық па осы уақыттың ішінде? Де юре, иә, біз толыққанды біріккен ұлттар ұйымындағы мемлекетпіз, де юре. Бірақ әңгіме тәуелсіздік алумен болмайды. Тәуелсіздікте не үшін алдық деген сұрақ. Бізге айта береді ғой, президент біздің ең басты байлығымыз тәуелсіздік, ол дұрыс, қарсылығым. Бірақ тәуелсіздік саған мүмкіндік береді. Біз совет үкіметі кезінде де біздің туымыз болды, әнұранымыз болды, елтаңбамыз болды. Сондықтан соны алу үшін тәуелсіздік жариялаған жоқпыз. Біз тәуелсіздік жариялап, жаңағы басымызды өлімге деп тым қатты айтпай ақ қояйық, соған беріп жұмыс істеп жүрген уақытта біздің алдымыздағы жаңағы екі мақсат жаңағы. Біреуі қазақтың ұлттық құндылықтарын орнына келтіру, тілімізді, дінімізді, мәдениетімізді біз қазақ мемлекет есебінде дамытамыз, еркін сөйлейміз, еркін жазамыз, бұл қазақтың мемлекет деген мәселе. Екінші мәселе демократияның институттары болып әділетті қоғам құру керек. Халық билейтін қоғам құру, жүйе сондай жүйе құру. Осы екеуіне де біз толық жеткен жоқпыз.